Ассалаумағалейкум, тарих сирғал. Бүгінгі әңгімеміз Шайбан ұрпағынан тарайтын Әбілқайыр хан жайлы. Әңгімемді бастамас бұрын каналыма жазылып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрі қоңырауды бассаңыздар, дер кезінде біліп отырасыздар жаңа шығарылымдар. Әбілқайыр жастайынан жетім қалып, өзінің ағайын тумасының тәрбиесінде болады, яғни оның жақын туысы Жұмадық деген кісіде. Жұмадық басында Барақ пен Болат хандардың қызметінде болып елшілікке жібереді темірлер Әмір Темірдің ұрпақтарына. Кейін Әмір Темір мен Алтын Орда, яғни бұл екі ортасында шағын өзінің ұлысын құрады. Ол кездерде Барақ сұлтан мен Болат сұлтанға қарсы Едігенің ұлдары Махмұд сұлтан, Наурыз және Қази үшеуі қарсы шығып, Барақ пен және Болат сұлтанды жеңгеннен кейін олар өзара таққа талас бастайды. Сол таласта Қази мен Махмұд сұлтан өліп, оның өліміне қатысты билер Жұмадықтан келіп көмек сұрайды. Бірақ Жұмадық көмектесуден бас тартқаннан кейін Жұмадыққа өштесіп кетіп қалып, кейін қол жинап олар Жұмадыққа шабуыл жасайды. Сол кездегі шайқаста жас Әбілқайыр қолбасшы жеңіліп қалып, Жұмадық сонда өледі. Ұлсыз қалған Әбілқайыр қолға түсіп біраз уақыт құнда болып, кейін босатып жібереді. Босап шыққаннан кейін Әбілқайыр Тархан өмір сүріп, шағын қолмен қарашылық жасап жүреді. Ол шайқас жобамен 1428 жылдары болды. Кейін Әбілқайырдың немересі Әбілқайырдың шежіресін жазған кезде Алаша Бахадүр жайлы екі оқиғаны суреттейді, яғни 1428 жылдары шағын қолымен Әбілқайыр Алаш Бахадүрдің қыстағында екі рет паналап, кейін өзінің ұлысын қылып хан болғанда сыйлық сыйлаған деген. Қазақтан ғалымдардың болжамы бойынша Алаша Бахадүр кейін Болат пен Барақ сұлтандардың балдары Моғолстанға кетіп қалды, соның аталығы болды деген. Сол Алаш Бахадүрдің тәрбиесінде болды деген болжам бар. Кейін содан 300 тарайды деген. 1430 жылы Едігенің немересі Вакас Әбілқайырды пайдаланып, яғни оның ұлыстың ханы қылып сайлайды. Бірақ Әбілқайыр жаста әрі өзі шешім қабылдай алмайды. Сол кезеңде тарихшылар жазбаларында былай суреттеген: бір хан, бір бек деп. Яғни хан болғанмен бек шешетін заман болды. Кезіндегі Мамай мен Ақсақ Темір сияқты Қарасүйектің ұрпағы болғасын Ақсүйектің атын жамбыл биледі. 10 жылдай көп аса оқиғалар болған жоқ. Сол жылдары Әбілқайыр солтүстікке Сібірге қарай Тұрлы деген шағын қалаға шабуыл жасап, бөрі руларын бағындырып, бұлар Әбілқайырдың билігін мойындайды. Кейін Хиуаға шабуыл жасап, Хиуаны алады. Бірақ үлкен олжалы болғанмен, ол кезде оба ауруының шыға бастағанын Әбілқайыр тастап кетуге мәжбүр болады. 1440 жылға дейін Әбілқайыр 10 жыл бойында өзінің саясатын жүргізе алмады, Вакастың ықпалында болды. 1440 жылдары Әбілқайыр өз еркімен, яғни саясат жүргізе бастады. Әрі оңтүстік Қазақстанның қалаларын басып ала бар, Үзгент, Сығанақ деген тағы басқа қалаларда. Сол кездер Әбілқайырдың ең ықпалы мықты болған кезде суреттейді тарихшылар, өйткені ол өзінің батырлар билеріне жан-жақта бәріне жомарт болып, олжаларды тең бөліп, бәрі жақсы қолдап тұрған кез. Бірақ Вакас арасында жік түсіп, шағын бір қаланы беріп, Вакасқа Вакас ренжіп, менің дәрежеме келмейтін бір шағын қаланы берді. Кейін Вакас оның жауларын қолдай бастады. Ол оқиғаны кей тарихшылар Абылай ханмен салыстырады. Яғни Абылай хан жас кезінде олжалы болғанда батыр билердің арасында тең бөліп, үлкен сыйлы қартайғанда жомарттығы қалып, көп адамдар ренжіп, қолдаудан қалып, билігі және ықпалы түсті деп. Сол сияқты Әбілқайыр да қартайғанда бұрынғыдай жомарттығын қояды. 1450 жылдары Ақсақ Темірдің бір ұрпағы келіп, Абдусейіт Әбілқайырдан көмек сұрайды. Бірақ Әбілқайыр сол кезде көмектен бас тартады. Абдусейіт сыр бойындағы арғындарға барады. Ол кезде арғындарды Қырымнан қашып келген Баязид сұлтан еді. Баязид сұлтан қолдайып, Абдусейіт көптеген қалаларды жаулап таққа отырады. Абдусейіт таққа отырған кезде, сол кездері тарихшылардың айтуы бойынша арғындар ықпалды болып, яғни арғындарға Абдусейіттің тірегі болып, 20 шақты сарайында билер және билеушілер болған. Кей қалаларды сол арғындарға берген. Солай арғындарды қолдай Абдусейіт Сұлтан Баязидтің ықпал билігін айырады. Арғындар бұрынғыдай Сұлтан Баязидке бағынуды қалады. Ал Сұлтан Баязид негізі Қырымдағы дәулеткерейдің ұрпағы болып келеді, Қырым хандығын құрған. Әбілқайыр негізі Абдусейіттен бұрын тағы бір ұрпағына Ақсақ Темірдің көмектескен еді таққа отыруға. Сол кезде көптеген ақша мен Рабиға бегімді алған еді. Рабиға бегім өзінің екі ұлымен қазір Түркістанда жерлеген. 1457 жылы Әбілқайырға қарсы ойраттардың билеушісі Өстемір Тайшы шапқыншылық жасап, Әбілқайыр оны сонша жеңілетінін білмей, ойсырата жеңіліп, өзінің бір баласы және немере інісі
өліп, Әбілқайыр ойраттардың билігін мойындап, елшілік жіберіп, бұл оқиға Әбілқайырды қатты қинап жүреді және аманатқа өзінің немересін беріп, елшіліктер Әбілқайырдың қол астына кіріп қаншалықты шешетін болады ойраттар. Негізі Совет одағындағы тарихшылар бұны былай суреттейтін еді: Әбілқайырдың күші әлсіреп, қазақ хандығы өз алдына ұлысқыр көшіп кетті деп. Қазіргі ғалымдардың зерттеуі бойынша ол өтірік дейді. Негізі Әбілқайырдың жаңағы шежіресін жазған кітапта 200-дей әмірлер, билер бар, бірақ олардың ішінде ешқашан жазбаған Жәнібек пен Керейді. Қазіргі Қытай жазбаларын, басқа жазбалар аударғанда 1440 жылы жазған, яғни Ілия өзенінің жағасында қазақ хандардың шағын ұлысы болған, бір түмен 10 мыңнан асатын жасағы бар. 1450 жылдары жобамен Керей хан Сайрам қаласының билеушісі деп суреттеген. Кезіндегі Шәкәрім Құдайбергеннің жазып кеткен оқиғасы Қобыланды мен және Арғын Ақтан батырдың арасында болған оқиға жалған деп айтылады. Өйткені шежіре мен қазіргі тарихи деректерді зерттесе, Қобыланды Ақсақ Темір Тоқтамыстың кезінде өмір сүрген, сол кезде қол бастап, ал Ақтан батыр Өзбек ханның замандасы деп жазады. Яғни Ақтан батыр 1370 жылдары жобамен өмір сүрген. Яғни олардың жылдарымен өмір сүрген уақыттары тең келмейді. 1460 жылдары Күшлік ханның ұрпақтары Махмуд Ахмадты жеңіп, яғни Алтын Орданың қалаларын басып алады. Әбілқайырдан қашқан Ахмад пен Махмуд Маңғышлақтағы бір бекініске барып тығылады. Оның жақын бір туысы Мұстафа Ноғайдың бегі Вакастың қолдауымен Әбілқайырға қарсы шығып, шайқаста жеңіліп қалады. Кейін Вакасты да өзінің туысы өлтіріп, Қожас Әбілқайырдың қолдауымен Вакастың ұлдары кек алғысы келіп, бірақ Әбілқайырдың өлімін күтеді. Әбілқайырдың өлер алдындағы бір оқиғаны көбіне ғалымдар қазір мысалға келтіреді. Яғни сол кездерде Ақсақ Темірдің тағы бір ұрпағы жас Абдул-Байкара Әбілқайырдан көмек сұрауға келеді хан сарайына. Сол кездегі қаншалықты бас иіп, Әбілқайырдың алдында иілу керектігі бір сөзге келіп қалады. Яғни Әбу-Байкар айтады: намазға жығылғандай оның алдында жығылмаймын, яғни Алладан күшті емес деп. Кейін жақын танысып сөйлесе келе шарапшы екеуі достасып тіл табысып кетеді. Яғни 1464 жылдары қол жинап көмек көрсететін ниетін білдіреді Әбілқайыр, бірақ оған жетпей Әбілқайыр өліп қалады. Ешқандай көмек алмаған Абдул-Байкара өзінің ұлысына қарай шағын қолымен шығады. Сол кездердегі Картахан Абдул-Сейд өліп, Абдул-Байкара жеңіл таққа отырады, қырғын шайқассыз. Ал Әбілқайыр ханның тағына талас кезінде Ноғайдың бектерінің қолдауымен, яғни тағы бір Шайбанның туысы жәдігер таққа отырады, бірақ сол кездері қазақ хандары, басқа да хандықтар жәдігерді қолдамай оған қарсы болады. Келесі шығарында қазақ шежіресі, рулар жайлы оның шығу тарихтары болады. Ағайын, қолдап каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер, комментарийде көп адамдар жазылмай қарайды, жазылып кетсеңіздер үлкен қолдау болады. Әрі қоңырауды бассаңыздар, дер кезінде шығарылым уақытымен қарап отырасыздар. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.